Сәлем, мен есімім Мұхаммед Али. Мен негізі спортсменмін. Осылай жақсылап тренировка жасап жүргенмін. Негізі кәдімгі профессиональный спортсменмін, ауыр атлетикаға қатысам. И бір кезде, сондай инфекция болыпты Қызылордада. Бір кезде тамағым ауырып қалды. Ровно қанша бір ай бойы ауырып жүрдім. Бір кезде мен тамағым шаям, үйтем, быт болып ауырып жүрдім. Потом бір кезде анам айтты, іш деді осыны алып келген бір жерден, білмеймін қай жерден екенін. Әкелді. Потом енді менде уже не болды да, безвыходное положение өткені уже быт болып кеттім да. Арықтап кеттім, салмақ тастап кеттім. Сөйтіп бір кезде біреуін азанда іштім, и біреуін тренировкадан келіп обедте іштім. Ішмедім, и бір кезде уже кешке таман уже білмеймін, әжетханаға шыққан кезде андай бір қап-қара бір нәрсе шықты енді ше. Үлкен дертпен, мен шошып кеттім, не болып кетті өзі деп ше. Андай бір кәдімгі түсінбей қалдым. Бір кезде отырдым, кәдімгі отырып дөңгеге түсіп кеттім ана жерде ше. Не болып кетті мынау деп ше, бірақ бір кезде енді қатты қорыққаннан енді анам шақырдым енді. Мынандай болып жатыр осылай, не деп. Сосын айтты, бұл ішімнен шығып жатқан нелер ғой дейді, мусорлар ғой дейді, тұрып қалған ше. Иә. Сөйтіп, ох дедім да. И потом тағы да денем бүйтіп жыбырлайтын ше, көп жерлерде. Соны мен түсінбейтінмін, не ол деп. Бір кезде тренер айтқан, бұл андай сен штанг көтергенде андай адреналин болған кезде содан денең жыбырлайды деп еді, бірақ что-то ол емес сияқты. Сосын құрт екен, оказывается. И сонымен іштім, и сразу бір күнде результат болды ғой. Білмеймін, енді әркімге әрқалай шығар. Маған әйтеуір бір күнде результат болды. Бірақ мен оның алдында жаңағыдай не ішіп жүргенмін, чеснок. Потом сол осыны іше қалып едім, бір күнде результат болды ғой. Қазір енді өзің спортсмен деп жатсың, адамдарға советовать етпейсің. Он же еще формирует белок. Мысалы, качаться етіп, чем өздерінің, как называется, белок формировать етіп. Ну, мысалға енді спортсмендерге енді былай айтам, что жаңағыдай біз енді қанша витамин, тамақ ішеміз ғой, біздің мысалы салмағымыз өспейді. Неге өткені ойлаймын, іштегі құрттар жеп қояды деп ше. Ал егер ішіміздегі құрттардан тазартсақ, зато ертең әр тамақ ішкен сайын бізге зато салмақ, вес жақсы жиналады да. Сол, енді мен енді өтірік айтып тұрған жоқпын, енді шынымды айтып тұрмын. Рахмет. Есімің кім болады деп қайда? Есімім Мұхаммед Али. Рахмет. Қандай сонда спортқа қатысасың? Мен ауыр атлетика спортымен айналысам, бірақ оның алдында дзюдо спортымен 13 жылдай айналыстым. Қазір штанга спортымен айналысам. Сол, дзюдо спортынан, штанга спортынан, мастер спорта 19 жастан.